Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге адам ағзасы үшін ең маңызды ағзалардың бірі ұйқы безі жайында айтпақшымыз. Ұйқы безі ауырған кезде ең алғашқы белгілері қандай болады және үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, өздеріңізге керек ақпаратты сақтап алыңыздар. Ағзалардың қай-қайсысы өзіндік атқаратын қызметі бар. Ешқайсы бір-бірінің орнын алмастыра алмайды. Дей тұрғанмен осы бір кішкентай ғана без бүкіл ағзаның саулығына әсер ететін ішкі ағза туралы сөз қозғаймыз. Ұйқы безі ішкі және сыртқы сөл бөлу қызметін атқарады. Сыртқы секрециялық қызметіне ас қорыту ферментін өндіру жатады. Ұйқы безінен пайда болған сөлдің ас қорытуда маңызы өте зор. Адамның ұйқы безі тәулігіне 2 литрге жуық сөл шығарады екен. Ерекше мән беретін тағы бір жайт, ұйқы безі бөліп шығаратын инсулин, глюкагон, липокаин гормондары. Әр гормонның жетіспеушілігі адамды түрлі қатерлі ауруларға апарады. Ұйқы безі барлық зат алмасу, қан, бауырды тазалау, ас қорыту сынды маңызды процестерге белсенді қатысады. Осылайша ұйқы безінің қызметі мен маңызы зор екеніне көз жеткіземіз. Егер бұл без жұмысын тоқтатса, адам терең ұйқыға, яғни комаға кетеді. Ұйқы безі ауруының тәуліктік ырғағы болады. Түске дейін онша мазаламайды, түстен кейін күшейе түсіп, кешке қарай ең күшті күйіне жетеді. Ұйқы безінің ауруы екі түрге бөлінеді: жіті панкреатит және созылмалы панкреатит. Жіті панкреатитті микробтар қоздырады, бірақ ауру кейде онсыз да басталады. Қабыну күші және аурудың барысы сол қоздырғыш тетігіне байланысты. Ұйқы безінің қабынуы әрқашан шыдатпай, қатты ауырып басталады. Ауру іштің жоғарғы бөлігінде болады. Қатты ауырғаны соншалық кейде адам дөңбекшіп, есінен де танып қалады. Сонымен қатар өңі қашып, қол-аяқтары көгере бастайды. Артериялық қан қысымы төмендейді, тамыр соғуы нашарлайды. Ұйқы безі қабынған адамның ұстамасы келгенде құса бастайды. Дене ыстығы қалыптан аспағанымен адамның халі нашарлайды. Кейде жата да алмай, тек қисайып қана отырады. Ұйқы безінің қабынуына өт жолының қабынуы қосылса, адамның денесі сарғаюы мүмкін. Ұйқы безі қабынуы кезінде бауыр, асқазан, ішектер қызметін дұрыс атқара алмайды. Тағы бір қауіпті жайттардың бірі, бұл ұйқы безі қалыпты кезде тек адам ағзасына қажет ферменттер мен гормондарды бөлсе, қызметі бұзылғанда адам ағзасын улайтын сөлдер мен қышқылдарды бөледі. Осыдан ағза өзінен өзі уланады. Ұйқы безі бөлген улы сөл қан арқылы бүкіл ағзаға тарайды да, аз ғана уақыттың ішінде таралған у басқа ағзаларға әсер ете бастайды. Жіті панкреатиттің асқынған түрінде жылдам ем шаралар жасалмаса, науқас бірден қайтыс болып кетеді. Жіті панкреатит көп жағдайда созылмалы панкреатитке ұласып жатады. Аурудың басты белгілеріне тәбеттің төмендеуі мен жойылуы, ауа кекіру, іш кебу, ас қорытудың бұзылу белгілері, сілекей ағу, жүрек айну, құсу және панкреатогендік іш өту жатады. Сонымен қатар науқаста шаншып, күйдіріп, тесіп ауру байқалады. Науқас шалқасынан жатқанда күшейе түседі, алға еңкейіп отырғанда азаяды. Ауру жиі тойып тамақ ішкеннен кейін, өткір, майлы, ашты тамақтан кейін, ішімдіктен кейін пайда болады. Созылмалы панкреатит кезінде тағы бір айта кететін жайт, бұл денеде әртүрлі бөртпелердің пайда болуы. Ал егер де сізде тамақтан кейін осындай белгілер пайда болып жатса, міндетті түрде дәрігердің тексерілуінен өткеніңіз жөн. Қандай ауру болса да дер кезінде емделу ол өзіңіз үшін маңызды. Қажетті ем шараларды жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, немесе қаржыңыз тапшы болса, онда мына емді жасап көріңіз. Аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мг қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, бір жұтымнан күні бойы ішесіз. Сұлу ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін
Біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң оттын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескертетін жайт, ботқаға май, тұз, қант қосуға болмайды. Лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен бір жолата құтылғыңыз келсе, осы емді қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. 1 келкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырыңыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Қарақұмық. Бұл ұйқы безі ауруына қарсы тұратын тамақ түрі. Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмықты жеуге әдетке айналдырыңыз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қарақұмық жармасына 0,5 литр кефир құясыз. Қақпағын жауып, түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап жібітілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді де 2-ге бөліп таңертең және кешке жеуге болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы қайталаңыз. Бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке де қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Тағы бір ескеретін жайт, негізінен бұл кесел көбіне ауыр. Тағы бір ескерте айтатын жайт, бұл кесел көбіне ауру асқынып 3-4 сатысында ғана анықталады. Егер ауру 1-2 сатысында анықталса, науқастардың 60% айығып кету мүмкіндігіне ие. Сондықтан достар, өз денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Ал бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдыру арқылы қолдап кетсеңіздер. Және де достар, осы айда оқырман санын 10 мыңға толтыруға көмектессеңіздер. Сауда саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Ауырмаңыздар, 100 жасаңыздар.